Қайырлы күн қыздар, менің есімім Дана Мырзақұлова, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен красный бархат тортын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер: какао, сухой краситель, закрома 82,5% комнаталық температура, және де кефир 2,5%, 2 жұмыртқа, разрыхитель, одан кейін ұн, шекер және де миксер бесігі қажет болады. Ал ендеше кірісейік. Ең әуелі 2 жұмыртқаға 200 грамм шекерді қосып, жақсылап миксермен 3-4 минуттай араластырып аламыз. Яғни аппақ көбік болғанша, өзінің деңгейінен 2-3 есе көтерілгенше жақсылап араластырамыз. Қолдың миксермен де болай береді. Қатып қалған кенбут деген заңдылық жоқ. Алып, енді осыны жақсылап араластырамыз. 2 жұмыртқа мен шекерді жақсылап осы араластырып болған соң, закрома қосамыз. Комнаталық температурадағы осы бір пачкасын полный қосамыз. Закроманы қосып болған соң, тура жұмыртқа мен шекерді қалай 3-4 минут араластырасыздар. Бұл кезде де жақсылап араластырасыздар. 1 минут емес, 3-4 минут жақсылап араластырасыздар. Араластырып болған соң, қараңыздар, как крем сияқты осылай шығуы қажет. Арасында іртік, еш нәрсе болмауы қажет. Енді бөлек ыдысқа кефир 2,5% өлшеп аласыздар, 250 грамм. Оған краситель қосасыздар. Міне, осы жеткілікті. Енді жақсылап араластырамыз. Және тағы бөлек ыдысқа ұн өлшеп алдық. 350 грамм ұн. Оған біз қазір какао қосамыз. Какао не үшін қосамыз? Яғни, егер біз какао қоспайтын болсақ, бізде как розовый бархат болып қалады. Ал егер біз какаоны қосатын болсақ, бізде кішкене қанықтық түс береді. Сол үшін какаоны қосамыз. Қасықты бұлғамау үшін бірінші разрыхительден қосайын. Разрыхительден 11 грамм. Бір шетке қосамын. Одан кейін какао ұш жағынан ғана қосасыздар. Міне, көп қосып жүрмеңіздер. Егер тым көп қосып жүретін болсаңыздар, сіздердікі бордовый бархат болып қалады. Разрыхительмен нені қостым какаоны. Разрыхитель, обычно разрыхитель қоссаңыздар да болады, яғни сырты 150 теңгелік қызыл. Мен просто көп жасайтын болғандықтан, мен осылай 1 килограмм, 2 килограмм қылып алып аламын. Енді чередовать етіп қосамыз. Қараңыздар. Кефирлі қоспамызды бірінші қосып алдым. Бір араластырамын. Одан кейін ұнды қоспамызды қосамын. Жартылай қосамын. Барлығын бірден қоспайым, жартылай қосамын. Все. Енді бір араластырып алып, тағы да кефир, ұнды қосамыз. Духовканы осы кезде 180 градусқа қосып қойыңыздар. Красный бархат коржығы дайын қыздар. Как осылай сметанка сияқты осылай шығады. Осы кезде тағы да краситель қосам, бұдан да қып-қызыл болсын деп краситель қосып жүрмеңіздер, себебі қышқыл дәм болып қалады. Қазір бұл духовкаға салған соң бәрі-бір қызарады. Қазір розовый болып тұр ғой, духовкаға салып пісірген соң қызарады. Сондықтан краситель басқа қоспаңыздар. Енді кольцо деген нәрсе бар, яғни домалағы, бұның 4 бұрышысы болады. Мен домалағын алдым. Өздеріңізге қанша сантиметр керек, сол жеріне алып, былайынан қыстырасыздар. Міне. Егер қысылмай жатса, зубочисткамен фольганы алып, қазір астына төсейтін боламын. 22 сантиметр керек пе, 18 сантиметр керек пе, өздеріңіз білесіздер. Соған қарай осылай қыстырып аласыз. Алып, қазір осы кольцомызға май, еш нәрсе жаққан жоқпыз. Полный осыны төгетін боламын. Міне қараңыздар. Кондитерский мешокқа салып тастасаңыздар болады, өздеріңіз білесіздер. Немесе 2-3-ке бірден бөлсеңіздер болады. Или духовкаға пісірген соң, содан кейін барып қайшымен, пышақпен бөлсеңіздер болады. Қазір 180 градусқа духовканы алдын ала қосып қойды. Примерно бір 25 минутта біздің тестамыз пісіп шығады. 25-30 минутта. Креметте болмай қалған жағдайда осындай 69%-лық творожный сырды қолданамыз крем жасауға. Бір тортқа грамм барлығын сіздерге астына жазып қоямын. Ыдысты міндетті түрде су қоя аласыздар. Су еш нәрсе болмауы қажет.
Міндетті түрде су қой. Және де 1-2 сағат алдын ала шығарып қоймайсыздар. Крем жасайтын кезде салқын жерге жасайсыздар, духовканың қасына жасамайсыздар. 1-2 сағат алдын шығармай, 5 минут қалған кезде ғана кремді шығарасыздар. Әйтпесе комнаталық температурада тұрып қалатын болса, сіздердің кремдеріңіз қою болмайды. Творожный сырды бірінші қосам, және оған сахарная пудраны қосам. Творожный сыр қосып болған соң сахарная пудраны қосамыз. Сахарная пудра обычный пакетикте сатылады. Мен өзіме удобно болу үшін осылай құйып алғанмын. Ванилин қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Біраз қасық ванилин қосам, дәмін келтіру мақсатында. Иісі күшті осы ванилиннің. Именно осы ванилинді алыңыздар, басқа обычный пакетиктегі бір 15-20 теңгелік ванилинді алмай қойыңыздар. Дәмін жақсы шықсын десеңіздер, барынша профессиональный өнімдерді алуға тырысыңыздар. Міне, творожный сыр, сахарная пудра және де біраз қасық ванилинді қостым. Осының құр өзін 1-2 минуттай араластырамын. Сливкиді қоспай жатып, міндетті түрде бірінші шайқап аласыздар. Яғни астыңғы жағында қою бөлігі қалып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде осылай сливкиді шайқап аласыздар. Бұның барлығы мұздай, яғни 5 минут алдын ғана шығарып аласыздар, 1-2 сағат алдын емес. Міне, творожный сыр, сахарная пудра барлығын араластырдым. Енді сливкиді өлшеп, сонымен араластырамыз. Кейбіреулер бірінші сливкиді қосып жатады. Әркім әртүрлі жасайды. Негізі ең оңай жолы сливкиді ең соңында қосқан сіздерге тиімді. Қыздар, қараңыздар. Осылай ұстаған кезде, міне, құламаса, значит біздің креміміз дайын деген сөз. Міне, әр жерін тексересіздер, бірақ жерін емес. Міне, қараңыздар. Былайынан ұстап жатырмын, менікі мүлдем құлап жатқан жоқ. Значит, бізде крем дайын деген сөз. Міне, бұл техникалардың барлығын дұрыс орындағандықтан, яғни холодильникте 7-8 сағат кемінде тұрды. Одан кейін араластырған кезде де 4-5 минуттан артық араластырмайсыздар. Егер одан көп 10 минут араластырып кететін болсаңыздар, қайттан сұйық қалпына еніп қалады. Енді бөлек ыдысқа, міне, банка немесе бір бөлек ыдыс алып, осылай кремдеріңізді қойсаңыздар, өздеріңізге удобно болады. Сонымен біздің креміміз дайын. Кез келген торттарға, осылай вупипайға, молочная девушкаға осылай кремдерді қоссаңыздар болады. Красный барқыттың қоржықтары, қыздар, 3-ке бөліп алдық. Міне, 1, 2 және де 3-шісін осы жерге, ең қисығын осы жерге қойдық. Әдейі астыңғы жағына, төбе жағына қойып қоймаңыздар. Енді кремді алып, қазір қажетті мешокқа саламыз. Астыңғы жағын кесіп, енді домалақша етіп кремімізді жағып шығамыз. 3 слойға да крем жағамыз. Пропитка жасамаймыз. Не себепті? Себебі пропитка жасамасақ та біздің қоржықтарымыз, қараңыздар, жұмсақ болып тұр. Мына. Жасап шығамыз. Міндетті түрде тортты жасаған кезде крем сіну үшін керісінше бетіне жағасыздар. Яғни, осындай тесік жеріне кремді жағасыздар. Не үшін? Себебі сол кезде сіздерге холодильникте 2-3 сағат тұрған кезде осының ішіне кремдер сінетін болады. Сондықтан міндетті түрде кері бетіне жасайсыздар. Міне, бірінші слой кетті. Енді екінші слойды алам. Қараңыздар. Абайлап алыңыздар. Себебі қоржықтарымыз жұмсақ. Алып, міне. Тағы да крем жағамын. Кольцоңызды алып, кремді енді қазір жағып шығамыз. Шеткі жағына да, міне, алып, жағып шығасыздар. Яғни шеткі жағына қазір артық қалған қоржықтарды үгітеміз. Міне, крошкамен шеткі жақтардың барлығына жағып шығамын. Қараңыздар. Артық қалған жерлерін осылай крошкамен ертіп, өзіміз қолмен жасап шықтық. Артық қалған жерін барлығын қазір осылай аунатып шығамын. Декор жасауға кірісем, былайынан кішкене шеткі жақтарына декор жасап, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шетіне тағы да қазір үгітіп шығуым керек. Әйтпесе арасы ашық жерлері қалды. Қоржықтың жұмсақтығын қараңыздар, пышақтың кіргенінен ақ. Енді қазір бөліп көрсетейін әдейі сіздерге жұмсақтығын. Қоржығымыз
дайын болды. Қазір мен холодильникке салуым қажет. Кемінде 3-4 сағат тұруы қажет. Міндетті түрде бетін жабыңыздар. Себебі басқа тамақтың иістері сіңіп қалуы мүмкін. Дәмділермен қуантып жүріңіздер. Туған күнге жасасаңыздар да әдемі кетеді. Әрі қоржықтарыңыз жұп-жұмсақ, дәп-дәмді болып шығады. Оған мен сіздерге 100% гарантиямен айта аламын. Сәттілік баршаларыңызға. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де құрбыларыңызға, әпкелеріңізге WhatsApp желісі арқылы переслать етіп жіберіңіздер.